Бисмиллахи-рахмани-рахим. Армысыздар ардақты ағайын, есімім менің Нәзира Сұлтан Мұратқызы, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің оқуымдағы құлшылыққа қатысты мақалалар мен абайдың қара сөздері, поэзиялар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алла баршаңыздан разы болсын. Ал біз бүгін Муфтият KZ сайтынан ашудың зияны деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ашу ыза, кейіс, реніш, араздық түрінде көрініс беретін адам мінезі мен көңіл күйінің жағдайы. Ашулану адамның көркем мінез құлқын төмендетіп, денсаулығына зиян келтіреді. Ашудың денедегі ең үлкен зияны жүрек пен бүйректерге келеді. Өйткені ашу денедегі қан айналым жүйесінің ауытқуына апарады. Қан тамырларының тарылуына себеп болады және қанның еркін айналуына мүмкіндік бермейді. Сол себепті жүрегі ауру адамдарға ашуланбауға кеңес беріледі. Сондай-ақ адам ашуланған кезде қанның құрамындағы қант мөлшері артады. Адамның санасын игере алмауының себебі де қан айналымының нашарлауынан болады. Сүйікті пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын, нағыз күшті балуан, қаһарман, бәрін жеңген адам емес. Ашуланған кезде нәпсісіне ие болып, ашуын жеңе білген адам нағыз балуан деген. Шынымен де адам ашуланған кезде шайтанның қолындағы ойыншыққа, оның тұтқынына айналады. Шайтан оны оп-оңай күнә істеуге итермелейді. Бір кісі пайғамбарымызға келіп: «Я Расулалла, маған бір насихат айтыңызшы, соны ұстану арқылы құтылайын» дейді. Сонда пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлемі болсын, ашуланба деп бұйырады. Біраз уақыттан кейін тағы да насихат сұрады. Пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлемі болсын, тағы да ашуланба деді. Бұл адам қанша рет насихат беруін сұраса да, әр сұрағанда пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлемі болсын, оған ашуланба деп айтты. Иса алейхиссалам яһудилердің қасынан өтіп бара жатқанда, яһудилер оған жаман сөздер айтады. Иса алейхиссалам оларға жылы сөздермен жауап қайтарады. Қасындағылар: «Яһудилер саған жамандық жасап жатыр, ал сен болсаң жақсы сөздер айтудасың» дегенде, Иса алейхиссалам: «Әр адам өзінің бойындағы барын береді» деген. Ашудың емдеу жолын қарастырмас бұрын оған апаратын себептерді айтып кеткен жөн болар. Бірінші себеп тәкаппарлық. Адам бойында тәкаппарлық әртүрлі жағдайларда белең алады. Алла тағала мұндай қылыққа қатаң түрде тыйым салған. Жер бетінде алшаң басып жүрме. Расында сен жерді тесе де алмайсың. Биік таулармен де теңесе алмайсың. Басқа бір аятта: шындығында ол Алла тәкаппарларды ұнатпайды. Алланың елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, менмендік, тәкаппарлық жайында худси хадисте, пайғамбар Алланың игілігімен сәлемі болсын, худси хадисте Раббысынан мынандай хабар жеткізген. Алла тағала былай дейді: тәкаппарлық пен ұлылық маған ғана тән. Кім сол сипаттарға менімен таласатын болса, оны жаһаннамға лақтырамын. Тәкаппарлықтың түрлеріне келер болсақ, бір адамдар өзінің пікірімен, ойымен тәкаппарланады. Өзінің пікірін ғана дұрыс санап, ұсыну арқылы басқа адамдардың пікірлерін негізсіз қылып тастайды. Бұл өз кезегінде басқа адамдардың оған деген наразылығын, ашуын тудырады. Енді бір адамдар өзінің шыққан тегімен тәкаппарланады. Тағы бір адамдар өзінің байлығымен, киген киімі, мінген көлігімен масаттанып тәкаппарланады. Демек, тәкаппарлық ашудың тууына апаратын негізгі себептердің бірі. Екінші себеп сөз таластыру. Кейбір адамдар бір затты дәлелдеу мақсатында сөз таластырады. Егер кімде кімнің мақсаты ақиқатқа жету болса, онда ол құптарлық іс. Алайда таластағы ниеті өзін көрсету, өзінің қарсыласын жұрт алдында масқара қылу болса, талас тартысқа бармаған жөн. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын хадисінде, кімде-кім ілім алғанда, ғалымдармен бәсекелесу үшін, білімсіздермен сөз таластыру үшін, адамдардың жүздерін өзіне қарату үшін жасайтын болса, Алла оны тозаққа кіргізеді деп қатаң ескерсе,
Тағы бір хадисте өзінікі дұрыс болса да сөз таластыруын тоқтатса, жәннат ішінде орын алуына кепіл боламын. Әзілдеп болсын өтірік айтпаса, оған жәннаттың ортасынан орын алуына кепілмін. Ал егер кімнің мінезі көркем болса, жәннаттың төрінен орын алуына кепіл боламын деген. Адаммен орынсыз сөз таластыру адамның ашулануына апаратын жайттардан. Үшінші себеп орынсыз әзілдеу. Ғұлама Әл-Фараби сөз тапқырлық жақсы адами қасиет және мұның өзі әзілді орынмен пайдаланғанда болатын нәрсе деу арқылы орнымен айтылған әзілдің кісі бойындағы ізгі қасиеттердің біріне жататындығын меңзейді. Әзіл өз мөлшерінде, яғни тамаққа қосылған тұз көлеміндей болғанда ғана әңгіменің дәмін келтірмек. Артық айтылған жағдайда тұзы көп тамақ секілді жарамсыз болып қалуы мүмкін. Бірде пайғамбар, Алланың игілігімен сәлемі болсын, жолдасының аяқ киімін тығып қойған адамды көреді. Ал ол кісі аяқ киімін іздеп әбігерге түседі. Сонда Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, кім мұсылманның үрейін ұшырса, қияметте Алла оның үрейін ұшырады. Мұсылманның мұсылманды қорқытуына тыйым салынған деген. Бұдан алар тұжырым, исламда орынсыз әзілдеу, оның шеңберін біле алмау, ашу ызаның тұтануына апаруы мүмкін. Төртінші себеп орынсыз сөйлеу. Алла тағаланың адам баласына берген ерекше нығметтерінің бірі тіл. Тіл арқылы адам иманға келіп калима шахадат айтып мұсылман болса, сол тіл арқылы оның ластығы себепті күнәға батады. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын мүбәрак хадисінде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, онда қайырлы сөз айтсын, яки үндемесін. Сол себепті біреудің ашуына тимес үшін әр мұсылманға 2 елі ауызға 4 елі қақпақ қойған абзал. Алла ауруды жаратып қана қоймай, оның емін де жаратқан. Ашуды емдеу жолдарына келер болсақ, бірінші шайтанға истиғаза айту, яғни әғузу биллахи минаш шайтани раджим деп Алладан шайтанның азғыруынан көмек сұрау. Алла тағала Құран кәрімде егер сені әзәзіл шайтан түртіп азғырар болса, дереу Аллаға сыйын. Ол шүбәсіз сәми, бәрін естуші, әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Шайтан адамның ең үлкен дұшпаны. Соңы үлкен өкінішке апаратын ауыр күнәларға итермелеуге қауқарлы. Сондықтан да адам өмір бойы өзінің ең үлкен дұшпаны шайтанмен күресіп өтеді. Сүлейман ибн Сарттан келген хадисте пайғамбарымызбен, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, отыр едім, 2 адам бірін-бірі балағаттай бастады. Сол кезде бірінің беті қызарып, мойын тамырлары ісініп кетті. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын айтты. Мен бір сөз білем, егер соны айтса, ашуы тарқар еді. Ол сөз әғузу биллахи минаш шайтани раджим. Екінші, орын ауыстыру. Пайғамбарымыздың Алланың игілігімен сәлемі болсын Әбу Зардан келген хадисте, егер сендердің біреуің ашулансаңдар, тік тұрса отырсын, егер ашу кетпесе, жантайсын дейді. Жалпы адамның денесінің қозғалуы, иілуі ашудың тез тарқауына жол ашады. Ашуланған кезде отырып тұру ашуды кетіретін әрекет екенін айтуда. Үшінші, сөз таластыруды тоқтату немесе үндемеу. Үндемеу жайында пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын мүбәрак хадисінде, егер сендердің бірің ашулансаңдар, үндемесін деген. Кез келген адам басқа адам тарапынан сөз арқылы әртүрлі жолдармен шабуыл жасалса, адам нәпсісі оған дәл солай немесе одан да асырып қайтарғанды қалап тұрады. Бірақ бұл мәселені шешудің жолы емес. Өйткені сөз таластыру әрдайым екі жаққа да сәтсіз аяқталады. Сондықтан болмашы бір мәселе үшін сөз таластырмаған дұрыс. Төртінші, дәрет алу немесе жуыну. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын мүбәрак хадисінде айтты. Шын мәнінде
Ашу ол шайтаннан, ал шайтан болса оттан жаратылған. Отты су өшіреді. Егер сіздердің біреулерің ашуланса, дәрет алсын. Ашуланған кезде адамның жүрек қағысы жиілеп, дене қызуы көтеріледі. Бұл процесті тежеу үшін тез арада дәрет алып, немесе жуынған абзал. 5. Ашуын ұстай білген адамға Алланың беретін сыйын еске алу. Ашуын еркіне бағындырып, ұстай білген адам үшін Алла тағаланың берер сыйы мол, Алланың сүйген құлдарынан болады. Алла тағала Құран кәрімде: олар кеңшілікте, таршылықта Алла жолында мал сарып қылғандар, сондай-ақ олар ашуларын жеңушілер, адамдарды кешірім етушілер, Алла тағала жақсылық істеушілерді сүйеді. Құран аятындағы жақсылық істеушілер, яғни ихсан амал жасағандар діндегі ең жоғарғы дәрежеде болғандығын баяндап тұр. Ашуды жеңу жәннатқа кіруіне себеп болады. Оған дәлел Әбу Дардаттан келген хадисте: ашуланба, саған жәннат нәсіп болады деді. Ашуды жеңу Алланың қаһарынан құтқарады. Пайғамбарымыздан Алланың игілігімен сәлемі болсын, бір сахаба: мені Алланың ашуына апармайтын нәрсе не дегенде, ашуланба деп жауап берген. Ашу үстінде адам баласы Алладан өзгеден панасы жоқ адамдарға зұлымдық жасап қоюы мүмкін. Содан алыс болған абзал. Ашуды жеңу иманды күшейтеді. Атақты хадистердің бірінде, кімде-кім Алланың разылығы үшін ашуын тыятын болса, оның ішін иманмен толтырады деген хадис бар. 6. Алланы көп еске алу. Алла тағала Құран кәрімде: сондай иман келтіргендер Алланы еске алу арқылы көңілдері жай тапқандар. Естеріңде болсын, Алланы еске алумен жүректер орнығады. Яғни адам баласы Алладан кешірім сұрап еске алу, кешірім сұрау арқылы жүрегі тынышталып, ашуы тарқайды. 7. Ашуланудың зардабына мән беру. Ашуланудың соңында тудыратын қатты өкіну сезімін, кек қайтарудың жамандығын және оңайлықпен кетпейтін ауыр нәтижелер келтіретіндігін ойлау. Яғни ашуланған нәрсенің бір қиындық екенін қабыл етсек, сабыр ету керек. Мұның қиындығын арттырып, басқа қиындықтарға жол ашпау керек. Мәселен, адам өлтіруіне, түрмеге түсуіне, отбасымен ажырасуына, тағы басқа үлкен зияндарға ұшырауы мүмкін. Пайғамбарымыздың, Алланың игілігімен сәлемі болсын, өмірінен мысал келтірер болсақ, Аннас ибн Малик радиаллаху анху мынандай хабар жеткізген: мен Алланың елшісімен, Алланың игілігімен сәлемі болсын, бірге келе жатқан болатынмын. Оның үстінде қатты қалың нажранилік шапан бар еді. Бір кезде бізді бәдәуи қуып жетті де пайғамбардың, Алланың игілігімен сәлемі болсын, жағасына жабысты. Оның мойнын қатты қысқаны сонша, мен пайғамбардың, Алланың игілігімен сәлемі болсын, мойнынан шапанның қып-қызыл ізін байқадым. Әлгі бәдәуи пайғамбардың, Алланың игілігімен сәлемі болсын, жағасынан қысып тұрып: ей Мұхаммед, сендегі Алланың мүлкінен маған да беруін әмір ет, деді. Алланың елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, күлімдеп қарады да оған мал беруді бұйырды. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздың, Алланың игілігімен сәлемі болсын, өмірінде болған өнегелі оқиғаны былай баяндайды. Бір бәдәуи көшпенді араб пайғамбарымыздың, Алланың игілігімен сәлемі болсын, мешітіне келіп, кіші дәретін сындырады. Мешітте отырған сахабалар әлгі бәдәуидің өте өрескел әрекетіне ашуланып кетеді. Оған айғайлайды, тіпті қол көтермек болып, орындарынан өре түрегеледі. Сәл болмағанда оған қол жұмсап қоя жаздады. Сол кезде Алланың елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, оларға: оны жөніне қалдырыңдар, кіші дәрет сындырған жеріне бір шелек су төгіп тазалай салыңдар. Сендер қиындатушы емес, жеңілдетуші ретінде жіберілдіңдер, дейді. Бұл оқиғадан қандай сабақ алуға болады? Былай қарасаңыз, сахабалардың ашулануының өзіндік орны бар. Алланың жердегі үйіне дәрет сындыру деген сұмдық емес пе? Ал Алла елшісі осы кезде қандай ұстанымда болған еді? Ол істі қиындатпады. Керісінше көркем түрде әлгі адамға мешітте дәрет сындыруға болмайтынын,
мешіт Алланың үйі екенін түсіндірді. Пайғамбар Алланың игілігі мен сәлемі болсын сөзін ұққан көшпенді араб ісіне өкініп, исламды қабылдаған деген деректер де бар. Егер оған қол жұмсалғанда, бәлкім ол өмір бойы ислам, мұсылман деген ұғымдарды ұнатпай өтер ме еді. Алла елшісі, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, осы істі сабырлықпен, ұстамдылықпен, жақсылыққа айналдыра білді. Бір адамның жүрегін жібітіп, оның түсінігін түзеу жолын ұстанды. Уағыздан алынар тағылымдар: ашу шайтаннан, ашуға берілу дұрыс шешімнің жауы, ашуды ұстай білумен ез болу бір емес. Біреуге ашуланбас бұрын ол істің не үшін жасалғанына ой жүгірт. Жоғарыдағы насихаттар мен нұсқауларға сүйене отырып, ашуымызды ақылымызға жеңдіре білсек, нағыз мұсылмандық көркем мінезді паш еткен боламыз. Алла біздерді сабырлылардан болуымызды нәсіп етсін. Әмин.